Балалар, бүгін біз кулон күші деп аталатын маңызды ұғыммен танысамыз. Бұл күш электр зарядтарының бір-біріне әсер ету күші. Мысалы, егер екі дене зарядталған болса, біреуі оң, екіншісі теріс, олар бір-біріне тартылады. Ал егер екі зарядтың екеуі де оң немесе екеуі де теріс болса, олар бірін-бірі тебеді. Міне, осылайша табиғатта көрінбейтін, бірақ өте күшті өзара әсер бар. Осы әсерді алғаш рет зерттеп, нақты заңдылығын ашқан француз ғалымы Шарль Кулон. Ол өзінің атақты тәжірибесінде арнайы күтелді таразы, иірілмелі таразы қолданған. Сол арқылы зарядтардың арасындағы күштің заряд шамасына және олардың арақашықтығына қалай байланысты екенін анықтаған. Бұл заң былай өрнектеледі. Күштен К көбейтілген Q1 және Q2 бөлінген R квадратқа. Мұндағы R зарядтардың өзара әсер күші, Q1 және Q2 зарядтардың шамалары, R зарядтардың арақашықтығы, К тұрақты шама 9 көбейтілген 10-ның 9-шы дәрежесі. Яғни, Кулон заңы бойынша зарядтар үлкен болса, күш те үлкен, ал ара қашықтығы артқан сайын күш әлсірейді. Бірақ бұл заң тек физика сабағында ғана емес, өмірде де қолданылады. Мысалы, найзағай кезінде бұлттар мен жер арасындағы заряд айырмасы дәл осы кулон күшінің әсерінен үлкен разряд тудырады. Ал лазерлі принтер, электростатикалық сүзгілер, тіпті электр шаш кептіргіштері де кулон күшінің принципімен жұмыс істейді. Сондықтан, балалар, кулон күші физикадағы ғана емес, бүкіл әлемдегі көрінбейтін байланыстың заңы. Бұл күш бізді қоршаған барлық электрлік өзара әрекеттің негізі.